Қайырлы күн балалар, жаратылыстану сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы ауа толы айнала. Бүгінгі сабақта ауаның кеңістікті толтыра алатынын түсінесің, ауаның жылуды сақтайтынын білесің. Сабақта қолданылатын тірек сөздер: жылу, ыдыс. Балалар, Негеш пен Эврика әуе шарымен қайда ұшып келгенін білесің бе? Негеш пен Эврика әуе шарымен солтүстік полюске ұшып келді. Ол жердің халқының тыныс тіршілігі оңтүстікке қарағанда басқаша, және ол жақта жан-жануарлар да сол жақтың ауа райына бейімделген. Ол жаққа барған кезде тоңып қалмау үшін жылы киіну керек. Ыдысты толтыр. Негеш ыдысын сумен, Эврика кәмпитпен толтырғысы келді. Негеш суды қандай ыдыстарға құя алады? Ал Эврика ше? Негеш сумен қоқыс жәшігін, қағаз қалтаны толтыра алмайды. Негеш шелек, стакан, бөтелке және кастрюльді сумен толтыра алады. Ал Эврика кәмпитпен қағаз қалтаны толтыра алады. Қағаз қалтаға кәмпитті салған кезде қалтаның пішіні өзгереді. Зертте. Балалар, экрандағы суретке назар аударамыз. Мысалы, сен бос пакетті алып, оның аузын кеңейтесіңдер, сосын оның ауыз жағын бүріп, жинақтап көріңдер. Жиырылған сайын ол томпайып үріледі. Не байқадыңдар? Пакетте ауа пайда болды. Енді пакетті тесіп жібереміз. Пакет қандай өзгеріске ұшырады? Ішіндегі ауа сыртқа шығып кетеді. Яғни пакетті толтырып тұрған ол ауа. Шарды үрлесең де ішіне ауа толады. Доп та солай. Доптың қатты секіретіні оның ішінде ауа толы болғаннан. Ал енді келесі суретке назар аударамыз. Бір банканы үстелдің үстіне, екінші банканы қорапқа саламыз. Сосын екінші банканы жан-жағын матамен немесе басқа затпен қымтап қоямыз. Енді осы екі банкаға қайнаған ыстық су құямыз. Банканың бетін қақпақпен жаппаймыз. Біраз уақыт өткен соң екі банкадағы судың температурасын өлшейміз. Қай банкадағы су температурасы өзінің жылын сақтап қалды деп ойлайсыңдар? Әрине, қораптағы банкадағы су өзінің температурасын сақтап қалады. Себебі оны қымтап қойған мата ауаны, жылуды жақсы сақтайды. Балалар, зерттеу жүргізген кезде қауіпсіздік ережесін сақтау керек. Ыстық суға немесе буға күйіп қалмау керек. Мүмкіндік болса, қасыңда үлкен ағаларың, әпкелерің болсын. Өз беттеріңше зерттеу жасамаңдар. Себебі ыстық су немесе бу өте қауіпті. Жылуды сақтау. Неліктен тон, тоқыма киім, пима денені жылы ұстайды деп ойлайсыңдар? Қайсысы жылы? Қалың жүннен тоқылған қолғап па, әлде бірінің сыртынан бірін қабаттап киген жұқа екі қолғап па? Әрине, жүннен тоқылған қолғап жылуды жақсы ұстайды. Тон, тоқыма киім, пима олар да денені жақсы ұстайды. Себебі тері, қауырсын, мамық, мақта, киіз және басқа да осы сияқты заттар жылуды жақсы сақтайды. Себебі олардың арасында ауа қабаты бар. Терезе әйнектерінің арасындағы ауа да осылай суықтан қорғайды. Солтүстік жануарларының әр қылшығының ортасында қуыс түтікше болады. Ол күн сәулесін теріге өткізіп, жылуды ұстап тұрады. Сондықтан да солтүстік жақтағы жануарлар жаурамайды. Олар сол жақтың тыныс тіршілігіне бейімделген.
Тар аяқ киім кигенде неліктен аяғың тоңады? Тар аяқ киімде ауа қабаты аз немесе мүлде болмайды. Сондықтан адамнан бөлінетін жылу тез шығып кетеді. Сондықтан да тар аяқ киім киген кезде аяғың тез тоңатыны сондықтан. Сендер білесіңдер ме? Шардың ішіндегі ауа сыртқа шыққанда, шар ауаның екпінінен итеріледі. Ауаның осы ерекшелігі зымырандар мен ұшақтардың қозғалтқыштарын ойлап табуға көмектесті. Балалар, сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.